Қайырлы күн достар, сіздермен Айғаным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте танымал ерекше түрік десерттерінің бірі шоколадты кекстің рецептін ұсынамын. Дәмі ауызда ерейді. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Керек заттар тізімін мен төменгі описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қант салып, 1 қасық ванильді қант қосып, миксермен 2-3 минут жақсылап ағарғанша араластырамыз. Содан кейін сұйық май мен сүтті құйып, тағыдай миксермен араластырып аламыз. Иеліктегі ұнға қопсытқыш пен какаоны қосып араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқалы массамызға 2-3 бөліп салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Мен кексті осындай формада пісіремін. Алдын ала сары май жағып алдым. Домалақ формада да пісіруге болады. Диаметрі 20-22 см. Енді қызып тұрған пешке 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін сүттің үстіне қант, жүгері, крахмалы, ұнды қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаны орташа отқа қойып, қоюланғанша араластырып отырамыз. Тоқтамай араластырамыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай қоюланған сәтте сары май саламыз. Сары май ерігенше жақсылап араластырамыз. Біздің крем дайын болды. Енді тез суы үшін басқа ыдысқа құйып қоямын. Пирог та дайын болып қалды. Енді ағаш таяқшаның көмегімен осылай тесіктер жасаймыз. Бұл тесіктер сүт жақсы сіңу үшін керек. Енді ыстық пирогқа сүтті құямыз. Пирог толықтай суығанша күтеміз. Ыстық пирогқа крем жағуға болмайды. Енді осылай үстіне кремді тегістеп әдемілеп жағып шығамыз. Мен бетіне кішкене какао сеуіп, бірнеше сағатқа холодильникке қойып қойдым. Пирог өте нәзік болып шықты, ортасы ылғалды болды. Бұл пирог өзіме қатты ұнады. Бұл шоколадты кекс түрік халқының өте танымал десерттерінің бірі. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Айғаным, сау болыңыздар.